Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін компот жабудың өте оңай әдісімен бөлісетін боламын. Ол үшін қақпағымыздың үстіне осылай ыстық су құйып аламыз. Мен шие мен өріктен дайындайтын боламын. Таза жуылған банкамызға шие мен өрікті салып аламыз. Содан соң біздің дайын қайнап тұрған суымызды банкамызға құямыз. Құйып болған соң қақпағын жауып 2-3 минутқа қалдырамыз. Міне осылай бетін жауып 2-3 минутқа қойып қоямыз. 2-3 минуттан соң бұл суды қайтадан кастрөлге құйып аламыз. Бұл суды төкпейміз. Шиенің түсі шығып, міне өте әдемі болады түсі. Бұл суды қайта қайнатып, дәл осылай қайталаймыз. Міне банкадегі суларды құйып алдым. Енді қайтадан қайнатамын бұл суды. Мен компотқа апельсин қосып жабамын. Сіздер де солай жасасаңыздар болады. Апельсинді екінші су құятыннан алдын саламын. Суымды қайнатып, қайтадан жаңағыдай құямыз. Міне банкамызға құйып алдық. Енді қақпағын жауып 2-3 минутқа қалдырамыз. 2-3 минуттан соң дәл жаңағыдай кастрөлімізге қайта құйып аламыз. Міне қайта құйып, қайтадан осы суды қайнатамыз. Енді банкамызға шекер саламыз. Егер сіздер кесемен өлшесеңіздер, 2 литрлік банкіге 1 кесені толтырып саласыздар. Мен осылай бокалдың көмегімен саламын. 2 литрлік банкіге 1 бокал саламын. Енді жаңағы қайнаған суымызды қайтадан үстіне құямыз. Міне 2 банкамызға да құйып алдық. Енді қақпағын жақсылап бекітетін боламыз. Яғни банкамыздың қақпағын жақсылап жабамыз. Міне жауып болдық. Енді осылай жақсылап жауып болған соң суымыз ыстық кезінде банканы ары-бері қозғап, мына түбіндегі шекерді міндетті түрде ерітіп жіберіңіздер. Су ыстық кезінде ерітіп алған дұрыс, себебі банканың түбінде қатып қалуы мүмкін. Міне банкамыз осымен дайын. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Сіздермен болған аяулым. Арнама жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға үлкен рахмет.